Саламатсыздар. Мына 21 қыркүйек күн тұтылуына мен 12 белгіге видео саламын деп уәде берген болатынмын сіздерге. Енді тоқтылар, бірден іске көшейік. Көп жаңағы сөзді көбейтпей, тоқтылар нақты. Бұл сіздердің денсаулық салаларыңыз, және бір үйден бизнес, онлайн бизнес, немесе коллектив, бір айналысатын ісіңіз, жұмысыңыз, әрі күнделікті бір жататын уақытыңыз, ұйықтайтын уақытыңыз, жұмыс күніңіз, барлығын бір ойластыру, немесе бір гормоналды, өзіңіздің бір денсаулығыңызға бір көңіл бөлу, әйтеуір бір сол жерде болады. Мүмкін бір үйіңізге бір көмекші, мүмкін қасыңызға бір көмекші, сол тарапынан да болуы мүмкін. Әйтеуір сол жерде бұрынғының ғаламшары. Кармалық, соның аспектісі бар. Бұл не дейді? Жаңа мен айтып өткен салалардың барлығында бір ретке келтіру болу керек сізде. Және беретіңізді беріп, төлейтіңізді төлеп, жасайтыңызды жасап дейді. Бірақ енді сізге не дейді? Жұмыс, кәсіп, немесе бір көп үйде отырған адам болуыңыз мүмкін. Немесе көп жұмыс істеп, енді үйде отыруды бір жөн көресіз. Немесе бір үйде отырсаңыз, жұмысқа шығуды жөн көресіз. Әйтеуір сол жерде бір көп іс бітіресіз дейді. Әйтеуір бұрынғының барлығын бір ретке келтіріп, әр жерде қалып кеткен нәрселерді ретке келтіріп, және барлығын бақылауда ұстаудан бір жаңа былайша айтқанда шаршама дейді. Барлығын бақылауда ұстау мүмкін емес дейді. Сондықтан енді дейді, мүмкін жаңа бір шөптермен емделу, мүмкін бір жаныңыз оқшаулықты, рухани бір ізденісті қалау. Немесе енді уақыты жеткен шығар дейді, өзіңнің бір армандарыңмен айналыс дейді. Кәсіп, жұмыс, немесе күнделікті бір қайталана беретін бір үйдің тірлігі, немесе бір жұмыс коллективте, немесе бір денсаулығың, солардың барлығы бір сол жерде бір аяқталу болу керек дейді. Сол жерде бір кармалық, бір құмыраның төгілетін уақытысы. Емделетін болсаң, тек бүйрегің, жүрегің, немесе бір ішкі құрылысың, асқазаның ғана емес дейді, бүкіл тұла бойыңды емдеу керек шығар дейді. Мүмкін үлкен бір жаны оқшаулық, бір рухани ізденіс керек шығар дейді. Мүмкін жаныңа үлкен махаббат керек шығар, әлі өзгелерге айта бермейтін. Мүмкін үлкен армандарыңа білдірмей, мүмкін үлкен бір армандарыңа көрсетпей, бір қаражат ақшада жинауың керек шығар дейді. Неге? 12-ші сала. Бір оқшаулану жанның. Әйтеуір осыны көрсетіп тұр. Бұрынғының ғаламшары, жаңағы іскерлік, мүмкін содан шаршаған шығарсың дейді. Барлығын бақылауда ұстау мүмкін емес. Жүйкеңде демалсын дейді, өзіңнің армандарыңа қарай жүр дейді. Былайша айтқанда, өз армандарыңа қарай орал дейді. Әрі көп жұмыс, кәсіп, одан да шаршадың, енді өзіңе орал дейді. Мүмкін үйіңде жалқауланып жат дейді, телесериал көр дейді. Мүмкін денсаулығымен айналыс, көптен көрмеген ауылыңа орал, көптен көрмеген бір әулет адамдарыңды ізде, немесе бір шет елдерге шық дейді. Ал енді кейбір тоқтылар бұл бір медицина орындарына жүгіндіреді, немесе сондай жұмыстарға тұрғызады, адамдардан бір оқшаулау, әскери орын болуы мүмкін, бұл немесе қарттар, мүгедектер, немесе бір қайырымдылықпен айналысу. Әйтеуір бір жаңағы күнделікті қайталанатын бір іс. Солдан енді бір Құдай кеңістік әлем соған сеніп дейді, бір рухани ізденіс жаса дейді. Соған алып келеді сіздерді. Сол жерде бір аяқталу және болашақтың ғаламшары сіздерді 12-ші салаға алып келеді. 12-ші сала жаңа ғана айттым, бір үлкен армандарыңыз болашақта. Сіздің жаныңызға не рахат әкеледі? Сол сұрақты қою керек дейді сізге. Мүмкін творчество, шығармашылық, мүмкін бір хоббиіңіз, мүмкін бір шетелге қыдыруыңыз, мүмкін бір үлкен бір кітаптар оқуыңыз. Әйтеуір сізді осы уақытқа дейінгі ұқсамайтын, тура соған қарсы. Осы уақытқа дейін немен айналысып келе жаттыңыз? Енді тура соған қарсы. Сондай іспен айналыстырады дейді сіздерді. Себебі бір жартының аяқталып, енді бір жақта соны бір үндестік, бір гармонияға келтіру үшін екінші жағыңды толтыратын кезің жетті дейді. Торпақтар, бұл сіздерде балалар, бір
өзіңіздің бала секілді өсіретін творчество шығармашылығыңыз, мүмкін кәсібіңіз, мүмкін кішкене ғана бір қолыңыздан келетін бір іс, және романтикалық адам, сүйген адам, мүмкін бір спортпен айналысу, бет әлпетіңізбен айналысу, мүмкін бір үлкен косметологиялық жұмыстар жүргізу, бір өмірден кайф алу, рахат алу, немесе қыдыру, балаларыңызбен уақыт өткізу, дүниеге мүмкін бір бала келу, бір балаңыздың жұмысыменен сонымен жүргіру, марқаю, немесе бір сүйікті адамыңызбен уақыт өткізу, немесе сүйікті адамыңызды бір кездестіру, міне осындай салалар. Осыдан бір жаңағы сол жерде бір бұрынғының бір сол жерде бір көп береріңізді беріңіз, аларыңызды алыңыз, бір қарсыз өтуіңіз керек, былайша айтқанда. Кармалық бұрынғының ғаламшары, енді сол жерде бір аяқталу болу керек осы 2 жылдың ішінде дейді. 2025 және 26-да. Енді дейді, сізді мына көпшілік, достар, қоғам, интернет, әйтеуір енді жарыққа шығу сол салаға қарай сізді жетелеп тұр, алға қарай. Және сол жерде сәттілік аспектісі тұр. Сонда енді сізге бір жаңағы көпшіліктің алдына шығуыңыз мүмкін, сөйлеуіңіз мүмкін, сондай мамандығыңызды ауыстырасыз дейді, немесе бір интернетпен айналысасыз, немесе бір достар, туыстар, әйтеуір бір сол жерде бір наградаңызды аласыз дейді. Сол жерде әйтеуір 9 жылдық программа келеді сіздерге. Бір қыдыру, демалу, немесе романтикалық адам, балалар, спорт, мүмкін сондай саладан енді бір қоғам, достар тақырыбына қарай сізді бір одақтарға кіргіздіреді, немесе сондай бір одақтың бір басшысы қылады, немесе бір достар арқылы, туыстар, бір жақындар, мүмкін бір танымайтын адамдар арқылы да бір сізге сәттілік наградалар келеді дейді. Бұл тағы да екінші бір некені көрсету мүмкін, екінші некеге тұратын адамдар, немесе бір балалармен тіл табысу. Әйтеуір осы 2 салада сізді күн мен ай тұтылуы көрсетіп тұр. Осы жерде бір 9 жылдық программада келетін болады. Және сәтті жағынан. Әрі осы уақытқа дейін сізбен де бірге болған махаббат адамдарыңыз бар болса дейді, солардың барлығымен тіл табыс дейді, береріңді бер дейді, разылығын ал дейді. Себебі сол жерде бір өкпе ренішсіз болу керек дейді барлық нәрсе. Және балаларыңызбен де қатысты. Себебі құмыраның бір төгілуі, осы уақытқа дейінгі сіздің 9-18 жылдық бір циклыңыздың аяқталып, енді сізге соған қарсы бетке жүр дейді. Жеке өзіме, сүйікті өзім, сүйікті мен ісім, сүйікті балаларым, мен сүйікті, әйтеуір маған не ұнайды, бір сол жерден енді қоғам, көпшілік, достар, сол тұсқа қарай сізді болашақтың ғаламшары жетелеп тұр. Бірақ әлі де сол бұрынғының адамдары, бұрынғы махаббат, бұрынғы бір творчество шығармашылығыңыз, сол жерде әлі аларыңыз бар, осы 2025 пен 26-да. Сол жерде ресурстар жатыр. Және кармалық адамдар да осы жерде кездеседі сізге, оқиғаларда. Міндетті түрде, кармалық деген өміріңізге міндетті түрде бір келу керек, бір тапсыру керек, бір сынағыңыз, сіздің мықты тұсыңыз, немесе бір береріңізді беру, өтеуіңізді өтеу деген сөз. Егіздер, бұл сіздерде 4-ші салаларыңыз көрсетіп тұр. Семья, отбасы, жанұя, отан, ана, іргетас, үй, көшу, қону, осы жерде. Мүмкін жылжитын, жылжымайтын мүлік сатып алу деген секілді. Әйтеуір сіздің бір іргетасыңыз, өзіңіздің бір жерден нық тұруыңыз үшін. Сол жерде бір өзіңіздің бір тапсыратын сынақтарыңыз болады, бір өткеннің семья, отбасыңызға қатысты дейді. Әрі бір үйіңізді бір өркендету, ойыңыздағы, қиялыңыздағы бір үйіңізді салу болуы мүмкін, соны әшекейлеу, сонымен марқаю, немесе бір той томалақ болуы мүмкін, бір өткізетін, бір есеп беру секілді. Немесе семья, отбасыңызда бір жаңалықтар келуі мүмкін, немесе бір үйлі жерлі болуыңыз, әйтеуір сіздің іргетасы жерде бір нық тұрған, бір сондай міндетті түрде сол жерде, немесе бір туыстарыңызбен қарым-қатынасыңыз, әйтеуір сол жерде бір кармалға төгілетін кезең. Бір ұзақ уақыттан бері келатқан 9-18 жылдық бір оқиғаларда өміріңізге келуі мүмкін, шапшаң. Осы күн мен ай тұтылудың бүкіл календарында. Тіпті шілде айынан басталған. Бір туыстармен кездесулер,
той томалақтар, мүмкін бір келіспей қалушылықтар бауырлар ортасында, немесе семья, отбасы, үйге қатысты бір сондай оқиғалар, мүмкін үйіңіздің бір жөндеуі, немесе бір кредиттер, әйтеуір бір осыған қатысты. Және болашақтың ғаламшары нені көрсетіп тұр енді? Сізді дейді бір жұмыс кәсібіңізді бір өзгертетін боласыз алдағы 9 жылда. Немесе бір оқулардан өтесіз, немесе статусыңыз өзгереді, үйленіп некеге тұру, әйтеуір ең биік нүктеңіз сіздің бір өміріңізде сіз үшін өте маңызды орын алатын осындай оқиғаны алып келеді сізге 21-нен бастап. Тіпті 6 ай ішінде біртіндеп байқайсыз не келген. Бір жұмыс орныңызды ауыстырасыз, немесе кәсіп ашасыз, немесе бір алдыңызға жоспар қоясыз, немесе бір балалы болу, тұрмысқа шығу, үйлену, үйлі болу, жерлі болу, әйтеуір сіз үшін өте маңызды ең биік нүктеңізде. Және сол жерде әділ болу, шыншыл болуды сізден талап етеді. Сондықтан да өз өміріңізге қараңыз. Өміріңізде бір ұрыс, конфликттер көбейіп кетті ме кейінгі уақытта? Егер сондай болса, онда осы 9 жылдық бір өміріңізді дұрыс атқармағаныңыз. Тура соның бір оқиғаларына қатысты шілде айынан бастап бір кармалық оқиғалар, адамдар келу керек. Сол жерде бір тапсыратыныңыз, береріңіз бар дейді. Ал егер де жоқ, ондай болмаған болса, алдыңызда бір жоспарлар бар болса, онда дұрыс өткеніңізді көрсетеді. Әйтеуір бірақ егіздер сіздерде бір үлкен өзгерістер болады. Неге? Себебі уран табан асты келетін бір жаңашылдық ғаламшары әрбір егізді тыныш қалдырмайтын болады осы 7 жылдың ішінде. Кәсібіңіз өзгереді, көшесіз, үйленбеген болсаңыз үйленесіз, тұрмысқа шықпаған болсаңыз тұрмысқа шығасыз, мамандығыңызды түбегейлі басқа бір мамандыққа өзгертіп тастайсыз, имиджіңізді өзгертіп тастайсыз, мүмкін бір семья, отбасыңызды содан шығу болады. Әйтеуір бір үлкен өзіңіз күтпеген, сізді алға қарай бір сүйреуші, тіпті қиын болса да біраз уақыттан кейін сол өзгеріс құртан-құр келмегенін байқайтын. Бір жаңа технологияларды меңгерсе, жаңа оқулар болады, жаңа адамдар, бір көшулер болады, мүмкін жаңа тілдерді меңгересіз. Әйтеуір бір жаңашылдықты сізден талап етеді. Сондықтан көп егіздерде тіпті жаңағы бір үйленетін, тұрмысқа шығатын, ажырасатын адамдар да көп болады. Бір жұмыстан шығып кететін, коллективтерден басқа жұмыстарға тұратын. Шаяндар. Бұл сіздерде мына ең жақын орта көрші, әпке-сіңілі, іні, бауырлар, құжат, техника, технология, оқу-тоқу, сертификаттар, құжаттар, және бір курстар, және көлік, осындай. Сол жерде бір аяқтаулар болады. Бір әңгіме, немесе әйтеуір ең жақын орта, содан бір ажырат дейді. Қашан сен ең жақын ортаңмен араласа бересің дейді. Немесе сен қашан бір оқуларды оқи бересің дейді. Енді көз арасыңды кеңейт дейді. Кішкентай ғана масштабта болсаң, енді үлкейт соны дейді. Сондықтан сізді осы 9 жылдың ішінде, тіпті осы шілде айынан бастап сіздерде осы программа жүріп жатыр. Болашақтың ғаламшары алға қарай дамытуға. Бұрынғының ғаламшары, жаңа айттым, ең жаңағы жақын орта, сол жерде. Көп уақыттан бері жақын ортадан шықпаған, жақын қалаларда болған, немесе бір кіші оқуларды оқыған, немесе жаңа бауырлар, туыс, сол ортада ғана болған, балаларыңызбен бір. Енді дейді, көзқарасын кеңейт дейді. Кіші оқуларды оқысаң, енді үлкен оқуларды оқы дейді. Кіші қалаларда ғана, немесе бір ауылдарда ғана жүрсең, енді алыс қалалар, алыс мемлекеттер соған шығартады сіздерді. Осы екі жерде. Немесе бір көзқарасыңызды өзгертеді, бүкіл өмірлік философияңызды өзгертеді. Немесе бір оқу орындарына түсесіз, мамандығыңызды өзгертесіз. Немесе бір заң, құжаттар, сонымен айналысасыз. Міндетті түрде осы 9 жылдың ішінде сіздер міндетті түрде шетел, немесе алыстарға шығу, бір оқулардан оқу, әйтеуір көзқарасыңыздан бастап бүкіл өміріңізді бір кеңейту, масштаб. Сол жерде. Оның үстіне сәттілік, Юпитер ғаламшары да тура сіздердің белгілеріңізде тұр келесі жылға дейін. Сізге бір сүюлер, көмектер келу керек кеңістік әлемнен. Арыстандар. Бұл сіздерде қаржы секторларыңызда болады. Өзінің еңбегімен табатын қаржы. Немесе менің жаңағы бір ішетін асым, менің денсаулығым, әйтеуір менің ресурсым.
және өзгелер арқылы келетін үлкен ресурстар, ақшалар. Мүмкін неке, отбасы арқылы, мүмкін бір көмек беретін достар арқылы, мүмкін мемлекет арқылы, жұмыс кәсіп арқылы, мүмкін субсидия, алимент, бір кредиттер арқылы, әйтеуір өзге адамдар арқылы келетін. Міне арыстандар, сіздің ішетін асыңыз, ресурсыңыз, көңіл күйіңіз, өзгелердің алдында бір абыройыңыз, соған қарай бір көңіліңіз көтерілу, тапқан бір қаражатыңызға, ресурсқа, материалды дүниеге, соған байланысты болады дейді. Және аз ақша емес дейді, енді үлкен ақша. Кішкене абырой емес, үлкен абырой. Міне соны қарастырасыз. Сол жерде болашақтың ғаламшары сіздердің бір армандарыңызды жүзеге асыратын болады дейді. Бір бизнестер қарастырасыз, немесе бір жаңа тағы да бір ақшаның келу жолдарын қарастырасыз, немесе бір оқулардан өтесіз, әрі бір төлейтін нәрселерді төлейсіз, көп шығында болады, табысы да болады. Осы жолды көрсетіп тұр. Және оның орнына қарымтасына күшіңізді бересіз, көп ұйықтамай күшіңізді сарқып, немесе көңіліңізді, немесе бір ұйқыңызды, махаббатыңызды бересіз. Әйтеуір бір сол жерде ең бір ресурстар саласында болып тұр. Өз күшіңізбен және өзгелер арқылы келетін ресурстар. Осы жерде күнмен ай тұтылу болады. Сіздің бір армандарыңызды болашаққа қарай алып кететін болады дейді. Және 9 жыл бойы сол жерде бір өсіп, бір өніп шығатын болады. Би-кештер, бұл сіздерде бірінші салаларыңызға болады. Бірінші сала бұл жеке өзіңіздің киім киісіңіз, имиджіңіз, өз-өзіңізді ұстауыңыз, оқып тоқуыңыз, махаббатыңыз, жұмыс орныңыз, тұратын үйіңіз, әйтеуір бүкіл сіздің жеке басыңызға қатысты. Осы жерде бір босату, аяқтау және бір кеңістік әлем, Құдайға бір сену, әрі қасыңыздағы бір сүйгеніңіз, махаббатыңыз, мүмкін кәсібіңіз, немесе бір коллективіңіз, клиентіңіз, әйтеуір өзгелер. Өзім және өзгелер. Осы салада болады. Әрі неке, тұрмысқа шығу, үйлену, жұмысқа тұру, коллективіңізді бір өзгерту, немесе клиенттеріңізді бір көбейту, немесе жауларыңызды бір көбейту, әйтеуір қарсы жағыңыз. Сол жерде болашақтың ғаламшары сізге бір армандарыңыз жүзеге асатын болады. Жеке өзіңіздің басыңыздан бір өзіңіздің бір мықтылығыңыз, күштілігіңіз, барлық нәрсені бір жаңа ұқыптылық, тазалығыңыз, мидың бір анализі, сараптауы, сол қабілетіңізден дейді, сәлен соны жерді босатыңыз дейді. Содан кішкене бас тартыңыз дейді. Сол жерде бір аяқтаңыз дейді. Және сол жерде бір өзгелерге енді сеніңіз. Бұл деген не? Енді бір көптен бір бизнеспен айналысып келатқан адам болсаңыз, енді содан бас тартуыңыз мүмкін, үйіңізде отыруыңыз мүмкін. Немесе тұрмысқа шығуыңыз мүмкін. Мүмкін бір декрет, бір демалыста отыруыңыз мүмкін. Немесе көптен үйде отырсаңыз, енді жұмысқа шығуыңыз мүмкін. Бір коллективтерге тап боласыз. Немесе бір маңызды өміріңіздегі адамыңызды кездестіресіз. Немесе бір некеден шығасыз, некеге тұрасыз. Көптен үйленбей жүрген, тұрмысқа шықпай жүрген адам болсаңыз. Әйтеуір осы жерде тура енді сіздің бір армандарыңыз, жеке бір қиялдағыдай, армандағыдай осы орындалады дейсің бе деген бір армандарыңыз, болашақтың ғаламшары сол жерде бір сізді болашаққа қарай сүйрейтін болады. Жұмыс кәсібіңізде, махаббатыңызда жеке бір көзқарасыңыз, өз-өзіңізді ұстауыңыз, киім киісіңіз түбегейлі өзгеріске ұшырайды. Сол жерде бір жаңалық келеді, ұсыныс келеді сіздерге. Немесе үйіңізді өзгертесіз, некеңізді өзгертесіз. Таразылар. Бұл сіздерде мына көп өзіңіздің ішіңізде бір жаныңыз оқшаулықты сезінген, немесе көп денсаулығыңызбен айналысқан уақыттар, немесе көп түстер көрген, көп бір рухани ізденістер жасаған, немесе бір көп иллюзия, тұман ішінде жүргендей уақыттар болған, көп бір құпиялықтар болған уақыт, соның бір аяқталуы дейді. Себебі осы 2025 пен 26-да соны көрсетіп тұр. Одан соң дейді, бір денсаулығыңызбен айналысу, күнделікті ұйықтайтын уақытыңыз, гормональды денеңіздің сонымен айналысасыз, немесе күнделікті қайталанатын бір іс, болашақтың ғаламшары сол жерде тұр. Сіздерді денсаулық ойсы, өзіңізге көңіл бөлу, бір диеталарға отыратын боласыз енді, немесе бір жаттығу жасайтын боласыз. Үйіңізден бір онлайн бизнес ашып аласыздар.
бұл тағы не болуы мүмкін? Бір көмекші, бір администратор, немесе бір бала қараушы алуыңыз мүмкін кейбір адамдар мұндай уақытта. Бір 9 жылға созылады. Бір коллективтер, бір бизнестер ашып, сол жерде кемі бір 2 адам, 6 адам, 2 адам, бір сондай адамға жұмыс берулеріңіз де мүмкін. Кейбір таразыларда. Әйтеуір, бір жаңағы ұзақ уақыт бойы, мүмкін бір ем болды, сізде ұзақ уақытқа созылған 8-9 жыл бойы. Енді сол жерде бір аяқталу болады, дейді. Немесе көп бір оқшаулық жаныңыз. Сондайда жүрдіңіз, енді содан шығасыз. Немесе көзіңіз ашылады, бір иллюзиялардан шығасыз. Көп бір жаңағы құпиялықтар болып, енді жарыққа шығасыз. Енді бір әйтеуір осы жерде бір өзгеріс болады сіздерде. Сондықтан да бір жаңағы өсек аяң, бір өзгелердің артынан бір сөз айту, немесе сіздің артыңыздан бір сөз айту деген секілді мұндай бір оқиғалар да келуі мүмкін. Әйтеуір бір түпкі санаңызбен көп бір жұмыс жасау, әрі бір әлемге бір сену, немесе бір қайырымдылықпен айналысу, және тағы бұл не болуы мүмкін? Өзіңізде бір көп оқыдыңыз, тоқыдыңыз, немесе көп жалғыздықта болды, сезіндіңіз, әлем кеңістіктің бір сондай уақытынан өттіңіз, енді бір жарыққа шығасыз. Немесе тағы бұл не болуы мүмкін? Бір жабық орындарда жұмыс жасадыңыз, енді соны тоқтатасыз. Бір әскери орындарда, мүмкін бір медицина орындарында. Немесе бір адамдарға бір денсаулығына қарадыңыз, көмек бердіңіз, сүйеу болдыңыз, бір ауырып жатқан адамға мүмкін көмек бердіңіз. Сонында аяқталатын кезең болады дейді. Саршаяндар, бұл сіздерде мына қоғам, достар, немесе бұл жаңағы бір адамдардың бір шын кейпін тану, бір құпияларды ашасыз, бір маскалар шешіледі, немесе бұрынғы бір достарыңызбен қайта бір кездесу болады, бұрынғы сыныптас группаластар, немесе бұрынғы бір пайда көрген адамдар, немесе бір сол жерде бір наградаңызды аласыз, бір көмектескен шығарсыз осы уақытқа дейін, немесе бір қоғамның алдында жүрген шығарсыз. Әйтеуір бір наградаңызды алу өте жақсы уақыт болады сіздерде. Өте бір жағымды аспекті құрып тұр. Қаражат, ақша, балалар, романтика, сүйікті адам, бір комфортты бір сезім, өмірден алу. Әрі бір қоғамның алдына шығу, бір достық, өзгелер арқылы бір пайданы көру, мүмкін бір бизнес, бір адамдар сондай бір қатысты да болуы мүмкін. Сол жерде бір аяқталу және басталу болады дейді. Бұл көбінде негізінде мына көпшілікпен көп жұмыс істеп жүрген болсаңыз дейді, енді тек өзіңіз сүйікті өзіңізге көңіл бөлуіңіз мүмкін, немесе сүйікті адамыңызға, немесе балаларыңызға көп көңіл бөлетін боласыз, немесе енді бір спортпен айналыса бастайтын боласыз. Немесе бұл тағы не болуы мүмкін? Бір творчество, шығармашылығыңызбен айналысасыз, жеке өзіңізге қатысты. Әйтеуір көпшілік бір одақ, бірігу, одан алыстайсыз, енді жеке өзіңіздің өміріңіз алыстау, жеке өзіңіздің махаббатыңыз, өзіңіздің бір творчествоңыз, өзіңіздің бір дене әлпетіңізді бір ретке келтіру деген секілді сол бағытқа қарай ауысасыз енді. Немесе маңызды бір адамыңызды кездестіресіз, романтикалық. 8-9 жылға созылады. Керемет бір құштарлық болуы мүмкін, некеге тұру болуы мүмкін. Бұндай аралықта көп бір өмірден ләззат алу, қыдыру, ақша жарату, немесе болады бір кафе, ресторандар, әйтеуір бір дәмді ас, өмірден бір кайф алу, сондай бір жаңашылдық ғаламшары сол жерді көрсетіп тұр. Немесе бұндай аралықта өзгелерді таң қалдырып, мамандығыңызды өзгертіп жібересіз. Бір өзіңіздің жақсы қолыңыздан келетін, тіпті табыс әкелмесе де, бір сол мамандығыңызды бір өсіресіз, сол жерде оқисыз, тоқисыз. Тағы да бір жағы, кейбір саршаяндар өмірге балалар келеді, балалар жоспарланады. Немесе балаларыңызбен көп уақыт өткізесіз, солардың өмірінде бір оқиғалар болады. Бір үйленеді, тұрмысқа шығады, немесе бір жұмысқа тұрады, әйтеуір бір маңызды сондай кезең болады. Әйтеуір бір жаңағы бір көпшіліктен көрі, енді жеке өмірі, сол жаққа қарай ауысасыздар сіздер. Болашақтың ғаламшары сол жерде тұр.
Бірақ міндетті түрде бір наградаңызды алып барып осы 2025 пен 26-та. Мергендер, бұл сіздерде ең биік нүктелеріңіз дейді, бір армандарыңыз орындалу. Және көп жұмыс істеп шаршауларыңыз да мүмкін. Содан да бас тарту. Енді уақыты жетті дегендей, енді сізді бір күштеп тұрып, енді семьяңызға, отбасыңызға көңіл аудартуы мүмкін. Енді сол бағытта көп жүресіз. Немесе көп жұмыс істеп карьера жасаған адам болсаңыз, енді некеге, тұрмысқа шығу, үйлену, соны ойланасыз. Өмірдің өзі соған алып келеді сіздерді, дейді. Бірақ осы 1-2 жылда әлі де аларларыңыз бар. Бір жұмыс, кәсіп, мүмкін оқу, тоқу, бір әйтеуір өзіңізді ең биік көрсеткен тұстарыңыздан өттіңіз дейді. Енді бір семья, отбасы, әулет, немесе бір жылжитын жылжымайтын мүлік сатып алу, әйтеуір бір жаңағы жерге бір іргетасыңызды бір кеңейту, сондай уақыттар кезең болады 9 жыл бойы сіздерде. Осыны көрсетіп тұр. Жылжитын жылжымайтын мүлікке ие боласыздар, немесе бір үйлі боласыздар, көшесіздер, немесе семья, отбасыда бір үлкен жаңалықтар болады, той-томалақтар болады, анаңызға қатысты оқиғалар болуы мүмкін бұндай аралықта. Әйтеуір бір анау ең өзіңіздің потенциалыңызды жоғары көрсеткен, бір көп мүмкін ұзақ оқыған шығарсыз, мүмкін көп жұмыс істеген шығарсыз, немесе көп бір онлайн бизнестер болған шығар. Әйтеуір өзіңіз бір көрсеткіштер, өзіңіздің ойыңызша ең бір өзіңіздің көрсеткіш көрсеткен жеріңізден енді бір қарсы жағыңызға қарай ауысатын боласыз. Осы уақытқа дейін неге көп көңіл бөліп келдіңіз? Енді тура соның қарсы бетіне қарай. Көп үйде болмаған болсаңыз, енді үйде болатын боласыздар деген сөз. Немесе көп бір сауда жасап, шетелдерде жүрген болсаңыз, енді еліңізге ораласыз дегендей. Немесе тұрмысқа шықпаймын, мен карьера жасаймын деп жүрген адам болсаңыз, енді тұрмысқа шығуды, балалы болуды, үйлі болуды ойлайсыз. Әйтеуір ойларыңыз өзгереді, болашақтың ғаламшары соны көрсетіп тұр. Ал енді кейбір адамдар тіпті үйден бизнес ашып алады. Себебі бұл сіздерде мынау ең биік нүктеңіз, әйтеуір өзіңіздің ойыңызша. Солменен сіздің ең төменгі іргетасыңыз, фундаментіңіз сол жерде болады. Мұндай аралық негізі ең адамның бір үлкен көрсеткіштер көрсететін уақыттар болып саналады бұл. Тау ешкілер. Бұл сіздерде мына 9-шы салаларыңызда болады екен. Бұл не деп тұр? Бұл сіздерге бір жаңағы көп оқып тоқыған, ел жер көрген, немесе көзқарасыңыз кеңейген, содан дейді, енді кіші ортаға қарай ауыс дейді. Бірақ әлі де осы 2025 пен 26-да, бірақ сол бұрынғы өзіңіздің бір оқыған тоқығаныңыз, көрген бір көзқарасыңыз кеңейген, немесе бір адамдарыңыз, жұмысыңыз қолыңыздан келетін, бір мүмкін бір сот ісі болуы мүмкін, құжаттар болуы мүмкін. Әйтеуір сол арқылы әлі де пайда көресіз дейді. Одан соң ең жақын орта көршілермен көп араласа бастайтын боласыз. Немесе аға сіңлі, іні, бауырлар, немесе көп оқып тоқисыз, бір құжаттармен жүгіресіз, немесе көп бір мидың сараптау арқылы бір нәрсені оқисыз, бірақ қатты терең емес дейді, жеңіл түрде болады. Әрі сізге бір қатты ауырлықтың қажеті жоқ дейді, ашық, жеңіл бол дейді. Болашақтың ғаламшары осыны көрсетіп тұр. Еш нәрсені қиындатудың қажеті жоқ дейді. Бір көп сөйле, әңгімелес, контактіде бол дейді. Жеңіл бол дейді. Алыс жақын жерлерге көп қыдырып шығу, сауда саттық, оқу тоқу, кейбір тау ешкілер бір көлік ауыстырасыздар, көлікке қатысты оқиғаларды алып келеді. Болашақтың ғаламшары осы жерде әйтеуір жаңа бір береріңді беріп, одан соң болашаққа қарай армандарың осы жерде енді жүретін болады дейді сіздерге. Су құйғыштар. Сіздерде бұрынғының ғаламшары кармалық. Сіздерге нені көрсетіп тұр? Стресстер, трансформация, махаббат құштарлықта, ақша қаражатта, өзгелер арқылы келетін. Сол жерде бір соңғы аяқталулар, пайдалар болады дейді. Қарызыңды бер дейді, өте дейді. Алатын қарызың болса ал дейді. Кредиттерге қол жеткіз дейді.
сот істері болса алыс беріс, жаңа беріспей бір тартыстарға стресске түс дейді. Бар күшіңді сарқы дейді. Себебі сол жерде әлі аларың бар дейді. Және өзіңнің күшіңмен ақша табу ресурстар. Осы салада сіздерде болашағың ғаламшар. Үлкен бір көпшіліктен немесе өзгелер арқылы келетін бір сүйеу көмектерден гөрі енді өз күшіңмен табуды. Соған бір күш, энергия пайда болады сіздерде. Болашақтың ғаламшары және жағымды аспектіде тұр 9 жыл бойы. Ақшаның келу жолдарын қарастырасыздар. Және бір мамандық, шығыс, кірістер, бұл жерде тек келетін қаржыларға емес, сізден шығатын қаржыларды да көрсетеді. Және соған қарай өз-өзіңіздің бір бағалауыңыздың өсуі, өз көз алдыңызда. Сонымен қатар бұл тағы не болуы мүмкін, бір имиджіңіз, киім киісіңіз, ортаңыз, араласатын адамдарыңыз өзгереді дейді. Себебі мұның барлығы ресурс. Ресурстың келу жолдары немесе сізден шығатын, немесе сізге кіретін. Осы жерде жаңа бір көп үлкен стресс немесе бір адамдар арқылы бір тәуелділіктерден құтыласыз. Өзіңіздің күшіңізбен бір қаржы табуды ойластырасыз. Соған бір жолдар ашылады, ресурстар келеді. Балықтар. Бұл жерде мына 7-ші салаларыңызға болады. Тура сіздерге қарама-қайшылық аспектісін құрып тұр. Бұл жаңа айдың туылуы, күн тұтылуы. 9 жылға кететін программа. Не дейді сіздерге? Өзіңе орал дейді. Тек қана өзіңе орал, өзіңді сатпа, өзіңнің армандарың, қай жерде сен өзіңді сатып жүрсің, қай жерде сен бір өзіңе көңіл бөлмей жүрсің, сол жерде шыншыл бол дейді. Өзгелер не ойлайды, ол маңызды емес дейді. Ең сіздердің бір маңызды уақыттарыңыз деп айтсам болады. Себебі болашақтың ғаламшары сіздердің белгілеріңізде тұр. Бір өзгені құтқара беру, өзгенің қамын ойлау, оның барлығын жинап қой дейді. Енді өзіңнің творчествоң, өзіңнің шығармашылығың, өзіңнің өмірің, өзіңнің үйің, мүмкін балалы бол дейді. Көптен бері мүмкін әлі балалы болмай жүрген шығарсыз дейді. Мүмкін тұрмысқа шықпай жүрген шығарсыз. Мүмкін бір тұратын жеріңіз ұнамайтын шығар, көшіңіз дейді. Мүмкін мамандығыңыз ұнамайтын болатын шығар, өзгертіңіз дейді, қорықпаңыз дейді. Әйтеуір өзіңізге оралу, өзіңізді түсіну және өзіңізге қуат болу. Осы уақыттан бастап сіздерге бір өзіңіздің өміріңізге қатысты оқиға, бір жоспар керек, арман керек сіздерге. Және өмірдің өзі, кеңістіктің өзі шатаспайды, бір математика секілді бәрі бір өлшеніп қойылған. Енді сіздердің уақыттарыңыз туды. Айтамайтын жерлерде енді айтыңыз дейді. Ішіңіздегіні шығармаған болсаңыз шығарыңыз дейді. Қай жерде аузыңызға құм құйылғандай үндемей келдіңіз, енді айтыңыз соны дейді. Әлем кеңістік соны естиді дейді. Себебі сіз өзіңізге оралуды жөн көресіз. Және сондай оқиғалар келеді. Бір әлемге өзіңізді көрсете бастайсыз, немесе сөйлемейтін болсаңыз сөйлей бастайсыз, шықпаған болсаңыз шыға бастайсыз, өзгелермен танысудан қорқатын болсаңыз енді таныса бастайсыз. Және өзіңізге бір жоспарлар, армандар, бір инсайттар, идеялар, немесе адамдар, оқиғалар келетін болады. Оны өздеріңіз куә боласыздар уақытында. Мүмкін қазір мен айтып отырғаным түсініксіз, ертегідей болар. Бірақ соның бәріне өздеріңіз қол жеткізесіздер. Қазірде себебі сіздер ең жаңағы арманшыл белгісіздер ғой, сіздердің байқамауларыңыз мүмкін емес. Себебі биыл 2025-тің 14 мамырынан бастап сіздер күнмен ай тұтылуына кіріп қойғансыздар. 2026, 2027 сол кезеңге дейін сіздердің өмірлеріңізде бірінен кейін бірі біртіндеп өзгерістер келе бастайды. Соның ең бірінші қарлығаштары осы 21-нен басталады. Бір түстер көресіздер, белгілер көресіздер, адамдар келеді, бір тоқтамдар, шешімдер пайда болады, күш, энергия бітеді сіздерде. Немесе кармалық бір адамдарыңыз, бұрынғы бір оқиғалар келеді. Керемет жаңа айтылуы, күн тұтылуы болсын. Бұл жерде жалпы түрде айтылып жатыр. Себебі әрқайсыңыздың асцендентіңіз әр жерде болуы мүмкін, ғаламшарларыңыз әр жерде орналасқан. Себебі барлық белгі жер бетінде 12 түрлі белгі болмайды. Бір пирогтың кесінділері секілді әр ғаламшарларыңыз әр жерде жатыр. Сондықтан бір жағыңыз күшті, бір жағыңыз әлсіз, бір жағыңызға қарама қайшы. Оны анықтау тек қана астрологтың қолында.
сіздің ай күн жылыңызбен тура өзіңіздің тұратын қалаңыз, туылған қалаңыз, соның меридианымен шығарылады. Және дәл осылай видеомен алатын боласыздар. Заказ беріңіздер, және мына сәйкестік ер әйел күйеу, қыз жігіт немесе балаларыңыздың жүретін өмір жолы, кармасы, таңдайтын мамандығы, кездесетін қиыншылықтары, соны қарастыруға болады. Мықты тұстарыңызды, немесе бір сәйкестіктеріңізді, болашақ жарыңыздың, күйеу әйеліңіздің деген секілді. Немесе тіпті жұмысқа алатын адамыңызды көруге болады. Әрі алдыңызға бір жылдық сіздің бір жоспарыңызды айтатын боламын, осылай видеомен жіберілетін болады. Мына төменде WhatsApp номері және жоғарыда профильді көрсетіліп қойған. Сонда хабарлассыздар, заказ бересіздер. Маған жазылушыларым барлығыңызға рахметімді айтамын. Маған лайк басушылар, маған комментарий жазушылар. Сіздердің арқаларыңызда осылай гүлдей болып жүре берейін. Баршаңызға рахмет.